Şirkin yapırmay. Құрметті жиналған қауым, халқымызда өлі риза болмай, тірі байымайды деген даналық сөз бар. Алтай Қажы мешітінің ашылу салтанатын қазақы дәстүрге сай Құран бағыштаудан бастасақ. Құран енді Алланың сөзі ғой. Аллаға, оның Құранына, қасиетті Құранға барлығымызды мына тізе бүгіп отырып тыңдайық. Анау сырттағы кісілер де қозғалыс шамалы қояйық. Өйткені Құран оқыған кісіге де, оны тыңдаған кісіге де, дүниеден өткен бабалардың да арбақтарына сауабы өте мол. Сондықтан енді мына Құраннан жоқтаудан бастайық. Құран бағыштау Ақмешіт Сырдария мешітінің ұстазы Шыңғыс Сәдуақасовқа беріледі. Бәтесін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкілі Ақмешіт Сырдария орталық мешітінің бас имамы Болатбек Қажы Ұласқанұлына беріледі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. Meyiremdir rahimde jaratuvchi jarılqavchi Allah. O'qilgan qasiyatli Qur'on oyatlaridan bo'lgan barcha savoblarni evvela ardaqti bo'lgan, suyukli bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh sharifini, uyishini o'tpasına, ardaqti bo'lgan sahabalarımızga, o'sha umrdan o'tgan avliya, anbiyalar, keshigi Sirapul so'qislarda, zulmat aşaşlıklarda, ömürden ötken ata-babalarımız, ata-ajelerimizin ruh şeriflerini, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye ömürden ötken barcha mümin, müminat, muslimatlar ruhlarına bağışlayınız. Allah Teala bu şirki kılcayıp etken barşamızın şahrak otbasımızdan, Kur'an'dan da ötken ata-babalarımızın, ata-ajelerimizin ruh şeriflerine bağışlayın. Allah'dan rahmat, Peygamberden şefaat Allah Teala marhumlarda özünün rahmını alıp, kabirlerini okugan Kur'an'ın nuruyla nurlandırıp canlarını cennetlik etki. Meyirinde rahimde Allah bugünkü bizlerden aşıp жатқан meclisimizde kaygılı, berекелі kılıp, işini Allah Teala cemaatga, şakirtlerge толтырып, işinden qarilar, hafizlar, dinnin ulamaları şuğun Allah Teala özü nasip kılıp, Allah Teala осы meclisке dep qadam basıp kelip oturgan barchalarınızın her bir qadamlarınızda Allah Teala savaplardan жазып, şahrak otbaslarınızga Allah Teala жақсылық береке berip, өсіріп отырған ұл қыздарыңызда Allah Teala амандықта, саулықта, осы елге, халыққа, отанға қызмет ететін үлкен азаматтар өсіп шығуын Allah Teala нәсіп қылсын. Вассаллаху аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмағин би рахматика архам. Амин. Ama geldi ama. Kesiniz lan, soğarlar. Kürsülü dikser, böyle şahslarıma götürür. Ama geldi ama, razı yapayım. Serік Есенғали Әлімбай, Зұлпар ағалар. Бер мына жаққа шықсаңыздар, қазір ретінде сөз беріп отырамыз. Қымбатты Қарғалы ауылының тұрғындары, құрметті қонақтар, бүгін сіздер үшін тарихи күн. Аллахтың жердегі үйі мешіт ашылып отыр. Қуаныш баршаңызға құтты болсын. Дін имандылық ұйытқысы болса, мешіт халықтың жүрегіне имандылық нұрын шашып, діни уағыз арқылы адамдардың рухани кемелденуіне жол ашатын ғибадат ордасы. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласында біз жаңғыру жолында бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек десе, еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап
халқымыз хақ дінмен қайта қауышуына мүмкіндік алды. Ал бүгінгі Алтай Қожа мешітінің соғылуына бітелістің басына, жақсы келсін қасына демекші. Ауылдың атымтай жомарт азаматы кәсіпкер Шорабаев Әбдіғали Дүйсенұлының еткен еңбегінің орасан екендігін атап өткен жөн болар. Мұсылман баласының Аллаға құлшылық ететін мешіттің ашылу салтанатының бүгінгі алғашқы сөзі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Қызылорда облысы бойынша өкілі Ақмешіт Сырдария орталық мешітінің бас имамы Болатбек Қажы Аласханұлына беріледі. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم قدرلы қауым, құрметті жамағат. Бүгінгі мынау Қарған ауылындағы Алланың үйі мешіттің ашылуымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Алла Тағала мешітімізді қайырлы, берекелі қылсын. Ішін Алла Тағала осы жамағатқа толтырсын, елге, қызметке, осы халықтың игілігі үшін жұмыс жасасын деп Алладан тілейміз. Алла Тағала Құран кәрімде біздің дінімізде жалпы тек қана адамдар жақсылық істі істеуге топтасуға шақырады. Жаманшылықта басқа дінге қарсы, адамзатқа қарсы істе топтасуға, бір-біріне жәрдемдесуге Алла Тағала тыйым салады. Сондай мынау халықтың белгілі осы дінге жанашыр азаматтардың арқасында Алланың үйі мешіт салынып, осы сіздердің халықтың игілігіне беріліп жатыр. Алла Тағала разы болсын. Осы мешітті салуға мұрындық болған ағамызға, Абдығани ағамызға және осыға тілекші болған барша сөз көмек, қол көмегін аямаған жалпы сіздерге Алла Тағала разы болсын дейміз. Алла Тағала Құран кәрімде кім жер бетінде, пайғамбарымыздың хадис шарифінде айтады, кім жер бетінде Алланың үйін салатын болса, Алла Тағала жәннаттан соған үлкен зәулім сарай салады дейді. Сондай сарай баршаңызға нәсіп болсын. Құранда Алла Тағала «Фәмән яғмал месқала зарратин хойра яро, вәмән яғмал месқала зарратин шарра яро» дейді. Кімде-кім тозаңның түйіріндей жақсылық жасайтын болса, оны көреді. Кімде-кім тозаңның түйіріндей жаманшылық жасайтын болса, қияметте оны көреді дейді. Сондықтан сіздердің әрбір қайсыңыздың тілегіңіз, тілекші болған әрбір сөзіңіз, қол көмек, сөз көмектеріңіздің баршасын Алла Тағала сауаптан жазады. Пайғамбарымыздың хадис шарифінде айтады, 5 нәрсенің қадірін 5 нәрседен алдын біл дейді. Ауырмай тұрып денсаулығының қадірін біл. Жастық шақ, кәрілік келмей тұрып, жастық шағының қадірін біл дейді. Кедейлікке ұрынбай тұрып, байлықтың қадірін біл дейді. Жұмыс басты болмай тұрып, бос уақыттың қадірін біл дейді. Өлмей тұрып, тіршілігінің қадірін біл дейді. Пайғамбарымыз хадисінде. Алла Тағала бізді осындай 5 күн жалғанда, Алла Тағала денсаулық берген уақытта, біздің басымыз бос болған уақытта, кішкентай қолымызда қаражат болған уақытта, Алланың жолында ертең қияметте алдымыздан шығатын, сауабы біздің артымыздағы балаларымызға барып тұратын сондай ізгілік істеуге пайғамбарымыз шақырып тұр. Пайғамбарымыз айтады, адам өмірден өткеннен кейін оның амал дәптері жабылады. Тек қана 3 жолмен ғана артынан үзілмей сауап барып тұрады дейді. Соның осы бірінші адамның істеген жария садақасы. Ол осы салған мешіттеріміз, мектептеріміз, аурухана, көпірлеріміз адам өмірден өтсе де ізінен барып тұрады. Екінші бір білімге, ғылымға сіңірген еңбегіміз, соны кейінгі ұрпақ жақсылыққа пайдаланса, соның сауабы да үзілмей барып тұрады дейді. Үшінші, артымыздан қалған салих ұрпақтарымыздың дұға тілектері дейді. Сол салих ұрпақ қайда тәрбиеленеді? Осы Алланың үйі мешітте тәрбиеленеді. Бұл Алланың үйі, мынау мешіттің намазға азан шақырылады. Сол азанның дауысы шыққан уақытта шайтан 2 құлағын басып тұрып, естімейтін жерге дейін қашады дейді. Шайтан қашса, періште келеді. Періште келген жерде, періште болған жерде Алланың берекесі болады. Әрбір шаңырақта
Періште болған жерде ұрыс керіс болмайды. Бір күн ұрыстың 40 күн кесірі бар деген қазақта. Сол шайтан, жын шайтан жүрген жерде жақсылық жүрмейді, жаманшылық жүреді. Ал осындай Алланың үйі, мешіттің азаны шақырылып, осы ішінде сіздердің кішкентай балаларыңыз имандылыққа, ата-ананы құрметтеуге, үлкенді құрметтеуге, бір-біріне жақсылық жасауға, ұстазын, мектептегі мұғалімін бір-әріп үйреткен сыйлауға үйрететін қасиетті орын. Адамдардың дұға тілегі қабыл болатын, кері қайтарылмайтын қасиетті орын. Бұл мешіт ақ пен қара деп руға, жүзге бөлмейтін Алланың құлдарына беріп қойған, бізге мінәжат етуге, дұға тілек, өзіне жалбарынатын қасиетті орын қылып беріп тұрған мекені. Сол мекеннің, бұл мешіттің көркі жамағат дейді. Сондықтан бұл мешіт тек қана бір әдемі әсемдік үшін емес, осы мешіттің ішін құрметті жамағат сіздер толтыруларыңыз керек. Құрметті ақсақалдар, жұма күні осы мешіттің төрінде отырып, бала шағасы, немере шөберелер үшін дұға етіп, мына еліміздің тәуелсіздігі үшін дұға жасауымыз керек. Осы еліміздің тәуелсіздігін алған жылдары Қазақстанда небәрі 40-қа жуық мешіт болса, қазір 3000-ға тарта мешіт бар. Әрбір ауыл, аудан мешіттер ашылып жатыр. Бір емес, 2 мешіттен ашылған үлкен жерлер бар. Сондықтан осының барлығы Алланың беріп тұрған бізге үлкен нығметі. Пайғамбарымыз хадис шарифінде айтады: кімде-кімнің азанда ұйқыдан тұрған уақытта жүрегі тыныш соғып тұрса, дені сау болса, алдында ішетін бір күндік асы болатын болса, Алла тағала оған бүкіл дүниенің байлығын бергенмен бірдей дейді. Аллаға шүкір, осы тәуелсіздігіміздің арқасында, мемлекетіміздің дінге деген жасап отырған қамқорлығының арқасында мешіттеріміз айқара ашылып жатыр. Азанда тұрған кезде ешкім қорықпайды, жүрегі тыныш оянады. Өйткені тыныштық заман. Бір күндік асымыз емес, бір айлық, бір жылдық тамақтарымыз бар. Сол Алланың беріп тұрған нығметі. Алла тағала Құранда айтып жатыр: менің берген нығметтеріме сендер шүкір етсеңдер, мен сендерге беретін нығметімді арттыра беремін дейді. Сондықтан осындай күніміз үшін біз Аллаға шүкір етуіміз керек. Алла тағала осы еліміздің тәуелсіздігін қияметке дейін мәңгілетсін деп Алладан дұға тілеуіміз керек. Мынау өсіп келе жатқан ұрпақтарымызды иманды, ибалы ұрпақ болсын деп Алладан сұрауымыз керек. Мынау бір оқиға болды. Мынау Европаның Франция қаласында, Франция елінде Париж қаласындағы арабтар тұратын жерде бір мешіт бар. Сол мешіттің имамына бір кішкентай француздың баласы келіпті дейді: мен осы сіздердің діндеріңізді қабылдайын деп едім, мұсылман болайын деп едім, дінді үйренейін деп. Сонда имам сұрады дейді: сен бір өзің келіп тұрсың ба, ата-анаң бар ма деп. Я, менің анам бар, мешіттің сыртында тұр, ол кірмеді дейді. Жүр, анаңа барайық деп имам ертіп анасына келсе, анасы бар екен: сіз балаңызды біздің мешітке беріп тұрсыз ба? Я, беріп тұрмын. Өзіңізше? Мен христианмын, маған бұл кірмей тұрмын мен сол үшін. Неге балаңызды мұсылмандыққа беріп тұрсыз дейді. Мен мынау арабтардың кварталында тұрамын дейді. Арабтардың тұратын жерінде тұрам. Көп көршілерім арабтар бар, соларды қараймын дейді. Сол арабтар ата-анасы қартайса, оның қызметін жасап, аяғын жуып, ауырып қалса дәрісін әкеліп, күні түні қасында шырпыр болып, ата-анасы өмірден өткенше қызмет жасайды дейді. Ал бізді француздар қартайсақ, әліміз кетсе, күшіміз кетсе, бізді апарып қарттар үйіне өткізіп жібереді дейді. Ал мен өмірімді, осы баламды өлгенше сүйіп, бағып өсірген баламмен бірге өмір сүргім келеді. Мен өмірімнің соңын қарттар үйінде өткізгім келмейді деп айтты. Ағайын, көрдіңіздер ме? Осының барлығы ислам дінінің. Біздің ислам діні бір экстремист, террорист, басқа нәрсені дайындайтын дін емес. Бізде тыйым салады. Құранда Алла тағала айтып жатыр: бір адамды өлтірген адам бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең дейді. Бір адамға жақсылық жасаған адам бүкіл адамзатқа жақсылық жасағанмен бірдей деп Құранда үгіттеп жатыр. Ал мешіттеріміз, ислам діні осы тек қана жақсылыққа бастайды. Жамандықтан қайтаратын сондай бір мекен, рухани орталық. Сондай міне Алланың үйін бүгін міне әдемі әсемдеп осы ауылда, Қарғалы ашылып жатыр. Алла тағала тағы да құтты болсын дейміз, берекелі қылсын дейміз. Осы жерден осы елге, отанға, халық үшін қызмет жасайтын үлкен тұлғалар өшіп шықсын. Кешегі алаш ордашылар, осы тәуелсіздікті аңсаған біздің көсемдеріміздің барлығы осы мешіттерден, медреселерден білім алған. Соның бірі Әлихан Бөкейхановтың сөзімен аяқтаған келеді. Әлихан көкеміз айтады: қазақ
білімді болу керек дейді, ақылды болу керек дейді. Ол үшін қазақ көп оқу керек дейді. Қазақ бай болу керек дейді, бай болу үшін кәсіп жасау керек дейді. Қазақ күшті болу керек дейді, күшті болу үшін бірлікте болу керек дейді. Алла тағала сол бірлігімізден айырмасын, білімді, бай қазақтың ұрпақтары өсіп шықсын деп Алладан сұраймыз. Алла разы болсын баршаңызға. Біздің имамдардың атынан осы мешітті салған Абдығани ағамызға Алланың сөзі Құранды сыйласақ деп едік. Абдығани аға бар ма? Адамға рахмет айтпаған Аллаға шүкір етпейді дейді қазақта. Сондықтан осындай өзінің жиған терген қаражатын Алланың жолына жұмсап, өмірден өткен ағасы марқұмда қанша мешіт салған, барлығын естіп біліп жатырмыз. Соның ізін жалғап, осы мешіт салып жатқан ағамызға Алла тағала разы болсын дейміз. Алла тағала іс кәсібіне береке өсіріп жатқан ұл қыздарына Алла тағала ғұмырларын Алла разы болсын сізге. Әбеке ортамызда болыңыз. Және мына мешітте осы үлкен әдейі үлкен Құран әкелдік. Осы ақсақалдарымыз келген кезде қиналмай оқысын Құран деп. Сондықтан осы мешітке тапсырсақ имамына. Алла разы болсын. Әмин. Алла разы болсын. Құрметті көпшілік қауым, қадірлі қонақтар, бүгінгі беріліп атқан үлкен сауаптардың бірі мынау қасиетті Алланың үйі мешіт болса, енді бірі ағадан көргенде іні, ападан көргенде сіңлі бойға тиеді дейміз. Осы мінекей кешегі дүниеден өткен ауданымызға белгілі атымтай жомарт жақсы ағамыз, Жайсаң ағамыз, Әбдіманап ағамыздың бүгін 10 жыл өткен асын беріп жатыр. Мінекей Алла қабыл көрсін мұны да. Ал енді Әбдіғани ағамыз да мінекей сол ағадан көргенін жалғастырып, алғашқы осы мешіттердің бас көтере бастауы сол өзіміздің сол Әбдіманап ағамыз, ол сыр бойында өзіміздің Шиелі ауданында сол кісі бастады. Жақсы іспенен мінекей бүгін соның жалғасын тауып жатыр. Алла разы болсын бұл кісінің әулетіне де, бұл кісілерге де. Екі дүниенің бақытын берсін дейміз. Енді келесі сөз аудан әкімінің орынбасары Жақыпбаров Тұрмағамбет Әлиасқарұлына беріледі. Армысыздар ма, құрметті ағайын? Енді осырда ағаларымыз, апаларымыз тұр. Осы өткен ғасырда Совет үкіметінің кезінде де көрдіңіздер, сол кезде аталарымыз, әкелеріміз намаз, Құранды тығылып отырып оқып, соның бәрін оқып өтіп жататын. Намазында оқып, қазағым арасында сондай мұсылманшылық ұстаған кездері болды. Бірақ соның өзінде соны атеизмге бағалап, барлығына мешіттерді салғызбай, бірақ соны көріп отырмын, христиан дінінде, католик діндегілерінде, осы орыстың жерлерінде шіркеулері сол күйі бұзылған жоқ. Шіркеулерін ұстап тұрды. Жалғыз осы біздің мына мұсылман қауымға келген сол кезде қиянаттары болды, өзімізден көрдік. Енді мына егемен алғалы бері осы халықтың арасында мына елге мешіт салып, қазір енді ұмытпасам, ауданда осы 26-шы мешіт салынып тұрған. Оның барлығы енді мешіттерді салып, Әбдіманап бауырымызды айтып жатыр. Әбдіманап бауырымыз қай салаға болса да имандылықпен, ол біреудің қазасы болсын, біреудің тойы болсын, шақырылған жері шақырылмаса да естіп отырса ешқайсынан қалмайтын. Барлығы жағын езін жасап, оның үстіне мына енді екі елді мекенде мешіт салып, өзінің жолын көрсетіп, артына ерген інісі Әбдіғаниді әрқашан ертіп, тәрбиелеп жүрді. Бүгін енді Әбдіманап бауырымыздың қайтқанына 10 жыл отыр. Осыдан 10 жыл бұрын ауданның 80 жылдық тойын атап өтеміз деп, ол той ауданның да іс-шараларынан шоқтыда қалыспайтын барлық жағын есінде. Сонда аудан әкімі келіп бір құрметті қонақтарға бір жақсы ас дайындауға біздің Әбдірахман бауырымызға айтсақ, мен денсаулығым болмай тұр деп, соны шақырып, Әбдіманап бауырымызға ең мынау соңғы саған тапсырмам болсын, сен осыны дұрыстап атқарып шықты. Сол күні кешке Әбдіманап бауырымыздың өтмейлі көп жүре берді. Мына сол енді өміріміздің бірақ 10 жыл уақыт өтіп жатыр. Соның арасын барлық әруақты жоқтатпай, артынан Құран башықтап, әруақты жанұяларына дүйсен көкеміздің ұл қыздары, бәрі әруақтар ұмытпай, Құран башықтап, Аллаға барлығын өзі жасап өтеді. Бүгін енді Әбдіғани бауырымыз
осы ауылға мешітті бастап барлық нәрсе осы құрысын өзі көтеріп салып беріп жатыр. Мына құтты болсын. Осы мешіт үйдің осы тәрбиелікке, имандылыққа тәрбиелейтін, жастарды тәрбиелейтін орталық болсын. Осы имандылық барлық негізге халқына жараса берсін. Әдуайың бәрі құтты болсын. Іші жақсылық, қуаныш осы иманды ұрпақты тәрбиелеуге жарата берсін. Тағы да құтты болсын. Бүгінгі мешіттің ашылуы әсіресе жамағат үшін де зор қуаныш деп есептеймін. Мешіттің сәулеттік кескіні де, тұрған жері де жақсы ойластырылған. Ал мешіт жамағатымен бөлікті. Келесі сөз кезегі аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әбдірахманов Амангелді ағамыз және бүгінгі осындай игілікті іске, сауапты іске себепкер болып отқан Әбдіғани ағамыздың бауыры, ел анасы Қажы Әтіргүл апамызға да сөз берейік. Саламатсыздар ма, құрметті ағайындар, құрметті ардагерлер. Мінекей бүгін үлкен бір іске куә болып отырмыз. Ардагерлер әсіресе мінекей құрметті Қарғалы ауылының ардагерлері мінекей сіздерге үлкен мешіт берілейін деп отыр. Өте қуаныштымыз. Шил ауданының ардагерлері атынан сіздерді ардагерлер осындай құттықтаймын, осындай мешітті салғанынан. Енді оған мынау мешіт деген Алланың жердегі үй дейді. Мінекей сол үйлеріңіз сіздерге құтты болсын. Жастарды тәрбиелеуде, балаларды бәрін тәрбиелеуде осы мінекей өздеріңіз басшы болып ардагерлер. Соны мінекей осы мешітте үлкен кісілер шыға берсін. Ал енді мешіт жөнінен мінекей жаңа айтып жатырмыз. Әбдіғани бауырымыз өз қаржысына салып, мінекей салып беріп отыр. Сондықтан ардагерлер атынан, барлық кісілердің атынан шын жүректен Әбдіғани бауырымызға да рахмет айтамыз. Әбдіғани бауырымыз әлде болса арман қарай жалғастыра береді дейміз. Өзінің іске ойларын, бала шағалары аман болып, дендері сау болып, жақсы жағдайда жүре беруіне Әбдіғаниға біз тілектеспіз. Рахмет. Құрметті жиналған қауым, құрметті ағайындар, жамағат. Бүгін Аллаға шүкір тоба деймін. Себебі бауырым Әбдіманаптың ізін жалғастырып, осы Қарғалы ауылына інім Әбдіғани мешіт салып, мұна Алланың үйін бүгін пайдалануға беріп жатыр. Тоба шүкір. Сіздерге, халыққа осы мешіт қызмет етсін. Мұна келген әр қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Мұна мешітке бір қадам жасаса, Алла сол кісіге жақындайды дейді. Сіздердің мұна келген қадамдарыңыз құтты болып, бәрі тілектеріңіз, армандарыңыз орындалып, Аллаға жасаған құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Енді Әбдіманап бауырымның жасаған жұмысын бәріңіз өзіңіз жақсы білесіздер. Көз алдарыңызда өсіп, мұна екі бауырым да еңбекпен тәрбиеленіп, еңбекпен жасап өтті. Жаңа бір кісілер айтып жатыр, байлықты өстіп көрсету керек қой деп. Ол ондай емес. Ол жүректің мына имандылығында, иманға бет бұруында. Сондықтан мына Әбдіғанидің иманға бет бұрып, осындай жолға өзінің ат салысып отқанға мен Аллаға тағы да шүкіршілік етемін. Тоба, осы артымнан ерген інілерім, бауырларым, мына халқым бәрі аман болсын. Дендеріңіз сау болсын, осындай жақсылықтар көп болсын. Біз жаңағы құшыған, жаңағы 10 жыл бұрын құшыған жағдайдан аулақ қылсын. Алла әйтеуір осы денсаулығы мықты болып, осындай істерге жарап, ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып, өстіп шауып жүре берсе, Әбдіғаниға мен Аллаға шүкіршілік етемін. Алла енді мына мешіт Қарғалы ауылдық тұрғындары, айналайындар, құтты болсын. Осы мешітте жүрегіне иман ұялаған азаматтар
осы мешіттен тәрбиеленіп шығара берсін. Иманды адам болса ешқандай жаманшылыққа бармайды. Осы айтып жатыр, ауасы таза, қандай тамаша жерде салынды деп. Ол Алланың үйі әрдайым осындай жерде салынады. Өйткені себебі ол Алланың үйі. Сондықтан мынау Алланың үйіне келіп тұрсыздар. Барлығыңыз адамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Мына Қарғалықтарға мешіт осы үлкен берекелі, жақсы орын болсын. Амин. Келесі сөз аудандық қажылар қауымдастығының төрағасы Мысырханов Оразбай ағама беріледі. Бисмилlah, алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, мұхтарам жамағат, қадірлі ағайындар. Мынау келген, қуанышқа ортақтасып келген әрбір қадамдарымызды Алла сауаптай жазсын. Екінші бір қадамдарымыз Алла күнәларымыз кешірсін. Мынау осыдан тура 10 жыл бұрын 9-шы осы қазан күні Әбдіманап ағамыз дүние салып еді. Міне тура 10 жыл болып отыр. Сол уақыттарда біз қажылыққа шығып бара жатыр едік. Қажылыққа. Ауданнан сонда қасымызда осы Әбдіманаптың жіберген 4 адам болды. Барып қажылығымызды өтеп келдік. 27-ші қазан күні Жақайып мешіті ашылды. Алла сол ағамыздың жолын берген Абдығани бауырымызға Алла разы болсын. Сол ағамыздың жолымен келіп жатқан. Жалпы ғұламаларымыз айтады, бай адам жәннатқа жомарттығымен кіреді дейді, кедей адам сабырлығымен кіреді дейді. Қандай керемет мына ауылдың дәл көрінетін жерінен көрікті қылып, асханасымен әдемі мешіт салып бергенге Абдығани ағамыз, бауырымыз жомарттың жомарт десек те болады, жарасады ағамызға. Мынау енді жаңа айтты ғой, Шиелі ауданының қажылар қауымдастығының төрағасы. Мынау Шиелі қажылар деген кітабымыз еді шығарған біздің. Ішінде бүкіл ауданның қажылардың өмір тарихтары жазылған. Осы 2019-ға шейін барып келген кісілерді. Осы ауылданда да қажылар шыға берсін. Иманды, ибалы апаларымыз, аналарымыз, ағаларымыз, бауырларымыз, келешек ұрпақтарымыз сондай жетістіктерге жете берсін деп тілейміз. Мына ауылдың имамы келсе екен, соған ұсынайын мен. Міне, қуаныш деген өніміз мешітімізге ескерткіш. Мынау енді біздің Ыбырай Жақайып мешітінің атынан ескеріп, сүйеміз. Мешітімізде әрдайым Құран оқып тұрсын. Баршаңызға Алла разы болсын. Құрметті көпшілік қауым, енді бүгінгі осы қасиетті Алланың үйі деп отырмыз, қасиетті орын мешіт салып отырған, Алланың ақ үйін салған ауданымыздың белгілі кәсіпкері Әбдіғани ағамызға арнайы осы Алтай Қожа ұрпақтарының бір рахметі бар. Серік ағамыз, Есенғали, Әлімбай, Рәзи апаларымыз және осы ауыл кәсіпкері Үдер Зұлықпар ағамыздың да осы өз жанұясының атынан үлкен шексіз алғысы бар екен айтар. Рұқсат болса, бір кісіден айтсаңыз. Құрметті жамағат, құрметті ағайындар, бүгін мынау Қарғалы жерінде үлкен Алланың үйі ашылып, сол іс-шараға қатысып, барлығымызда бір жақсы көңіл күйде тұрмыз. Енді осы жерде тұрған әрбір кісінің көкейінде бұл Алтай Қожа деген кім, қай жерде болды екен, қандай қасиеті бар екен деген заңды сұрақ тұруы мүмкін. Алтай Қожа 1853 жылы Арқада туылған екен. Сол Арқада Алтай 10 жасар кезінде әкесі Жансейіт дәулетті кісі болған екен. Ол жақта үлкен киіз үй болады екен. Сол 12 қанат киіз үйде 5-6 бала шүпірлеп ұйықтап жатып, бұл кісілер қасына 10 жасар Алтайды алып, Жансейіт деген кісі бие саууға ауылдан жырақтау жерде барып, таңғы сиыр, жылқы биені сауып отқан сияқты. Сол кезде үйде бір кішкентай құлынды үлкен үйдің іргесіне байлап, ортада от жағатын кез екен. Содан енді бір Алланың ісі шығар, әлгі ат тарпыды ма құлыншақ, жаңағы ортадағы оттан ұшқын түсіп, көрпе астында жатқан 5-6 шүпірлеген жас балдар сол жерде шетінейді. Оны алыстан будақтаған түтінді көрген, малда жүрген кісі, ой, мынау сұмдық оқиға болды деп бірден іштері сезіп, ат қойып, жетем дегенге дейін қар үйдің шаңырағы ортасына түседі. Солдан сол арқадағы
қожаның, басқа да кісілердің аузы дуалы, үлкен кісілердің ұйғарымымен айналайын, енді сен бұл жерден қоныс аудар, мынау біздің жердің жаманы жоқ, сонда да болса сырдың еліне бар, сырдың елді жайдары, сол жаққа барып жақсы қоныс тапсаң, Алла берерін тоқтатпас деген екен. Содан 1863 жылы осы сырдың бойына дәл осы жерге қоныс аударыпты. Сол келген кезде осы жерде мына бір шеті Аққала, Балғанбай, осы Қарғалының шетінде Шашты деген ру үлкен бір әулеттер тұрады екен. Сол күннен бастап Шашты әулеті Алтай қожа әкесі Жансейітті төрелеп, төрге отырғызып, ұлықтап, сол кісіні пір тұтып, сол күннен бастап осы кісілерге үлкен құрмет көрсетіпті. Міне сол күннен бері есептесем 156 жыл өтіпті. Сол әлі де сол кісінің өзінің бойында бір көріпкелдік, жауырынға қарайтын қасиеті бар екен Алтай қожаның. Содан Шаштылар әулеті күні бүгінге дейін сол кісіні әлі естен шығармапты. Мен соған үлкен рахметімді, алғысымды білдіремін. Рахмет. Сол Шашты әулетінің қожасы болған екен. Екінші бір айтылатын, мынау Алланың үйі, айналайын Әбдіғани, бұл енді кез келген кісінің қолынан келе бермес, жердің шалғайлығына қарамай, мынау жолдың алыстығына қарамай, сырдың бойында дарияның бергі бетінен дәл осындай ғимарат, үлкен Алланың үйін тұрғызғаның үшін Алланың саған нұры жаусын. Мынау жаңа енді мына кәсіпкер алғашқы бастаған аудандағы бауырымыз қандай еді, Әбдіжәлел қандай еді, мен сол осы кәсіпкерліктің бастауы осы біздің Дүйсен ағамыздан бастау алған дер едім. Менің кішкентай күнімде сол Дүйсен ағамыздың сол сауда саттықпен айналысып, осы сырдың еліне қолы жетпей жатқан дүниелерін алып келіп, сол кісілерменен алыс-беріс жасайтынын білетінмін. Міне, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деген сол балаларына келіп, мынау кеше Әбдіманап бастап кетсе, аяғын Әбдіғани қандай жақсы істерімен елдің алғысын алып, көп жерлерде осындай үлкен жұмыс жасап жүр. Бұған тек қана мың алғыс деуден басқа сөз жоқ. Айналайын өн. Үшінші, Қарғалы халқы, мүмкін сіздердің ақ пейілдеріңіз шығар, сіздердің жақсы бір ниеттеріңіз шығар, сіздердің несібелеріңізге осы Әбдіғанидай кәсіпкерді әкеліп отырған бір Аллаға сансыз мен ризамын. Қарғалының халқының өзі бір мінезі жағынан, қай жағынан болса да бір ерекшеленетін жерлері көп. Кешеден бері түн қатып, дастархан жайып, осы жерде жүгіріп жүрген келіндер мен мына мен інілеріме барлығына мың алғыс қабыл болсын. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі мынау басқа жиналған, Алланың үйін ашып жатқан мынау келіп жатсыздар, әр қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Мына Әбдіғани бауырым, көп рахмет. Мінекей Алланың үйін соғы мінекей ішінде небір азаматтар өсіп, қажылыққа Алла Тағала нәсіп етсін. Біз мынау Алтай қожаның шөбересіміз. Сол Әбдіғани бауырымызға мінгізетін атымыз бар. Үш шалдың баласынан нарда Есенғалиным тұр, Әлімбайым тұр, өзім тұрмын, үш атымыз бар. Үш шалдың баласынан. Рахмет енді сөйледі. Зұлпараға, ауыл кәсіпкері. Ассалаумағалейкум. Мешіттің ашылуына жиналып жатқан көпшілік жамағат. Бәріңіз бүгін мешіттің ашылуына куә боласыздар. Мешіттің ашылуы құтты болсын. Мен сасып қалдым, не айтайын білмеймін. Ал Әбдіғани ініміз, мынау Алла кәсібіңе нәсіп берсін, Алланың нұры жаусын. Әбдіманап ағамыздың асын беріп жатсыз, қабыл болсын. Мен өзім жанұямның атынан бір жылқым бар, Әбдіғанидің мінгізіп жатқан. Рахмет сіздерге. Бәрекелді. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім Алланың дидарын қалап мешіт тұрғызған болса, Алла Тағала жәннатта оған да сондай үй тұрғызады деген хадисін орындап, сауапты іс жасаған кәсіпкер Жорабаев Әбдіғани Дүйсенұлы бүгінгі мешіттің имамы Жорабеков Қуанышбекке осы мешіттің кілтін табыстайды. Бір ауыз әбеке айтып, өзіңіз жақындап. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат, құрметті Қарғалы халқының тұрғындары. Мынау осы
Алланың үйі мешіті осы себепкер бір нәрсе болады. Соның себебі бір жақсы көңілмен үйге келген кезінде мен шешемнің сіңлісі ұл болған деген кісі бар. Бері қарай жақынданыш. Сол кісі күрсініп, Қарғалының тұрғыны. Әкем 4 қатын ағаны білесіздер, 4-ші 6 бас. Сол әкемнің ең кішкентай балдызы келіп күрсініп, енді біздің Қарғалыда мешіт соғылмайды ғой, мешіт соғатын адам кетіп қалды ғой деп маған жаймен шай ішіп отырған кезде айтты. Сол кезде отырып, әпше не деп отырсыз? Аға, сіз Мәкенді, Әбдіман ағамды қозғап отырсыз ғой. Ол кісі өмірде өткенмен мен бармын ғой. Соғып берем, елге сәлемайтыңыз, өзім соғып берем деп соны бір 3 жыл бұрын айтып едім. Былтыр ертең айт деген күні осы арада үлкен ақсақалдар болып осы арада Алланың мешітін қалап едік, бірінші бастап едік. Сол кезде осы ауылдың тұрғындары кімнің атынан қоясың деген әңгіме кетті. Сол кезде имамнан сұрадым, кімнің атынан мешіт бар ма дедім, бар деді. Кімнің атынан? Алтай Қожа деді. Онда бол, сол Алтай Қожаның атынан қойылады дедім. Орада шамайлы, атқа шамайлы не болып қалды, разборка болып. Оны мен айтым, таласым жоқ. Осы ауылдың атынан тұрған Алтай Қожаның атынан мешіт тұрса, мен соқтым деп әке бабамның атынан қоймаймын, сол Алтай Қожаның атынан қоямын деп, сөйтіп осы кісінің атынан қойылып отырған себебі. Мынау бір жылдан аса еңбек еттік, біраз жұмыс жасадық. Енді қолдан келгені осы Алланың жолында, бәріміз Алланың жолындамыз ғой. Осындай мен сияқты азаматтар көбейе берсін. Осы біздің Қазақстанымызда елге қызмет жасайық. Мынау маған мінгізіп отқан Зұлпардың жылқысын мен ұл болған деген нағашымның үйінде жетім қалған келін ұл қыздар бар, өзі немерелері бар. Соған беремін. Ал мына Қожекендердің мінгізген жылқысының үшеуінде Молдекендерден. Бұл кісі әлі қажылыққа бармаған. Енді қажылыққа баруға сол 3 жылқыны осы Молдекенге атайды. Маған ол Қожеке сіздер айыптейсіздер, мінгізген атымызды мінбеді ғой, алмады ғой деген Құдай 60 жылдан бір неден Құдай сақтасын. Менің Молдекенге қуанышқа мінгізіп жатқан жолға деген адалдық, өзі қожаның Алтай Қожа мешітінде болғаннан кейін таза жүрсін деп, Алла одан да арғадай тағы сауапты болсын деп істеп жатқан ретім бар. Ал енді мынау бүгінгі Алтай Қожаның мешітінің кілтін өзіңе табыс етемін. Құда қаласа осы мешітте Алтай Қожаның мешітінің ішінде Аллаға деген азаматтар мен азаматшылар көбейсін, сауапты болсын. Енді не дейміз? Сол үшін өздерін ашып, кілт табыс етемін. Бәрекелді, Алла разы болсын. Бисмилля, бір ауыз айтайын. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, құрметті жұмыстарым жанағар. Алла разы болсын Әбдіғани ағама, осындай көпшіліктің дұғасы ғой, қабыл болған жар. Елге осындай игілікті іс жасап, мешіт ашып беріп жатыр. Баршаңызға Алла тағала сауаптар жазсын. Әбдіғани ағамның денсаулығы мықты болсын, кәсібіне береке болсын. Мен Құда қаласа осы елге, ислам дініне қызмет етемін деп айтамын, иншалла. Осы мешітке жамағатқа толтыруға барынша жұмыс жасаймыз, иншалла. Алла сауаптан жазсын. Рахмет сіздерге. Кісіні қуанса, Алла оны қуантады дейді. Бүгін әбекең мінекей сол жасалып жатқан жолды да, жоралғыны да жанындағы бауырларына көрсетіп жатыр. Құдай сізге Алланың жаусын. Енді бір өтініш, осы жерде бүгінгі таңда ел ағасы осы елде алғашқы осы ел егесі болып ауылды басқарған әкім Еркін ағамыз отыр. Ерекеңде бір ауыз сөзім бар дейді айтатын.
Еркекеңіз. Құрметті жамағат, ассалаумағалейкум. Бүгін мынау Қарғалы орталығында ашылып жатқан мешіт осы ағайынға да, жергілікті мынау тұрғындарға да құтты болсын. Бірінші рет мына әбеке еңбегін Алла тағала бағаласын, мына халық бағаласын. Еңбегіңді Алла бағалап, өмірде жаманшылық көрме. Мынау күні бойы ағайын сөз алып сөз сөйлегендерін осы жерде Қарғалыны мақтап жатыр. Шынында да бұл Қарғалы деген жер киелі, ауасы да таза, суы да шипа. Осы жердің, елдің халқы да бірлігі мол, ұйымшыл халық. Оның куәсін міне кешеден бері көріп жатсыңдар. Осы мешітте, осының ашылуына, тірліктеріне қолынан келгенше жерден беріп, осы жерде бала шағаға дейін жұмыс істеп жатыр. Бұл жерден мұны яғында, мына жағында тарақты деген ел отырған, мұны яғында жаңағы шашты малай құтымдар отырған. Мінекей малай құтымдардан Бұдабайдан бастап, мынау жаңағы Қоңыратбаев, одан бергісі тағы да аты бүкіл Қазақстанға белгілі адамдар шыққан. Ал мына жағындағы көршісі Тарақтың айтсақ, ол жерде Ыбырай Жақаев, Байдесен Оразов, тағы да басқа көптеген осы бүкіл Қазақстаннан азаматтар осы жерде еңбек етіп, осы жерде туылған. Мінекей сондықтан да болар, мынау Қарғалының жерінің шөбінің шүйгір екенін, ауасын таза екені осыдан бөлігі. Одан кейін де қанша ұрпақтар осы жерде еңбек етіп, мінекей осы шаруашылықты көтеруге, экономикасын дұрыстауға көптеген азаматтар осы жерден еңбек етіп, үлкен табыстарға жетті. Мінекей еңбектерін бағалап, орын медальдармен наградталғандар бұл. Оның бәрін айтып жату сіздерге уақыттарыңызды алмай қояйын. Мінекей бір рет осы мәслихатқа депутат сайлап жатқанбыз. Соны Артыман абыным кешкі шаман кеп қалды. Ертең біз жаңағы депутатыңызды алып келеміз аға. Халқыңызда сөйлесіп қойыңыз деп. Мақұл, жарайды, алып келді. Сөйлесіп бәрі танысып депутатпен шығып баратқаннан кейін, аға, енді қалғаны өзіңіздің қолыңызда деді. Мақұл, айналайын, енді халықпен сөйлесіп бұрамыз. Оны ешкім қарсы болмайды ғой дедім. Сонымен 99.9% жаңағы депутаттың өкілі келіп, дауыс алып кетті. Ертеңгі шыл, аға рахмет деп арқамнан қақты. Менікі Алла сыясын, Алла жар болсын деп. Менікі сол кісінің барлық қасиеті шығар. Осы жерге менікі Әбдіғалиным мешіт соғып беріп жатыр. Бізде осы 96 жыл, 94 жылы мен осы жерге келдім, әкім болып. 96 жылы осы жерде бір магазиннің ғимараты бар екен. Соның бәрін ауылдық округтың жаңағы бұйрығыменен, қаулысыменен сол үйді мешіт қылып аштық. Міне содан бері мынау осы мешіт ашқалы бері сол мешіт қызмет жасап келді. Бүгін үлкен зәулім ауылдың ортасында мешіт болды. Құрметті жамағат, мынау құрметті осы жердің тұрғыны менің жерлестерім. Мінекей ауылдарыңызға осындай үлкен мешіт соғылып жатыр. Осы мешіттің ішінде Алланың парызы мен сүннеттерін орындауға сіздер мен біздерге Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет аға. Мінекей. Рахмет аға. Рахмет. Енді сөйлесең мұнда.
құрметті жамағат жиылып отырған, құрметті әлеке, құрметті қарғалылықтар, мешітіміз құтты болсын, мешітімізді көзіміздің қарашығындай сақтайық, қарғалылықтар. Осы мешітке жұма сайын келіп, осынаға намаз оқитын болайық, Құдай қаласа. Құрметті әлеке, сізге Алланың нұры жаусын. Барлық жақсылықты сіздің отбасыңызға тілеймін. Бала шағаңыз аман болсын. Немере шөбере көріңіз, шөпшек көріңіз. Жаманшылық көрмеңіз еш уақытта. Елімізге тыныштық, халқымызға имандылық, патшамызға тауфиқ берсін Алла тағала. Барлықтарыңызға Алланың нұры жаусын. Намыс көп, уайым жоқ болсын, денсаулығың мықты болсын. Әлеке, енді менің жылқым жоқ, сиырым бар. Бәрекелді. Облыстан келген имам бар, сол кісінің қасындағы кісілер бар, сосын ауылдағы бүкіл имамдар бар, дайын тұрсыншы. Бәрекелді мінеке, Алла разы болсын. Барлық осы дін жолында қызмет жасап жүрген имамдарымыз, ілім жолында жүрген бауырларымыз, інілеріміз, ағаларымыз дайын болыңыздар. Мынау жақын тұрыңыздар, мынау оң жақтарға қарай барлығымыз. Келіңіздер. Мынау сол жақта тұрған кісілер, сіздер де. Жақын тұрайық. Алдағы имамына киіп, шабай қалғанының қолына сата берейін, Енді төмен қарай мына жаққа өтіңіздер. Бауырлар, ағалар, имамдар, төменге өтіңіздер. Енді халық ортасына келіңіздер. Шапан, жамалған кісілер төмен қарай түсіңіздер. Бұл жаққа өтіңіздер енді. Шараны тоқтатпайық. Қазір тезірек мына жаққа босата қойыңыздар. Мына жерде кем босатайықшы. Қалғандарыңызға қазір арнайы алғастан қыздар жігіттер қызмет жасайтын болады. Рахмет сіздерге. Төмен қарай. Мына елдің халқының ортасына келейік. Болды ма? Болды жоғыз. Енді қалғанда тағы бересіз. Әлемде сол әр ауылдың ақсақалдар, ардагер ақсақалдар бар, сол кісілер десіз. Әр ауылдың. Әр ауылдың ардагер кеңес төрағалары. Ауыл төрағалары ақсақалдар кеңесі. Bir kişi. Böyle tümünü böyle çizebiliriz. Halk ortasına var. Hazır 5 çiğli tası sıyıvat haberlerinizde olsun. Ola кейін ортаны кең ашамыз. Жаңа үшті осы Алтай қожаның ұрпақтары деп алған сәкен келе бастаған. Ана бір жылқыны ең болса жетегінен тазайық дейді. Мына жерде кішкене балаларға абай болыңыздар. Мұрат содан кейін аппараттың бәрі өшіреді ғой жылқы кірген кезде. Нысанбай қажы бар, Нысанбай қажы деген. Абдөлет стойки микрофонда отыратын. Нысанбай қажы, бауырым сені әкімі дейді.
Kuyuğu dedi bana ayıp ne деген жаман күйеу деп алыватқан жоқ болды ма қалғаннан соңыра енді мынау лента қию құрметі аудан әкімінің орынбасары жақыпов тұрмағанбетов ағамыз бастаған барлық қонақтар мархабат қайшылыңыз ал қайсыңдар ма Тип бере беріңіз. Жалпы барлық жамағат емес, осы кісілердің шын соңғасына барлығын асықпай кезек кіріп, қосылымыз жасайтын боламыз ағайын. Сәл сабыр етіп тұрасыңыздар. Сақтаса құдай сақтайды дейді. Кім біледі қожаларды қандай ат екенін. Рахмет сіздерге. Давай сіздер тұрып алды. Al süre verin. Oldu. Oldu. Жақсы рахмет. Енді палатасы отырыңыздар.